Өткен видеода сіздерге қан сұйылтудың жолдары жайында айтамыз деп уәде берген болатынбыз. Соның кереметтей 3 тәсілін айтқым келіп отыр. Біріншісі ол қимыл қозғалыс. Яғни адам бір орында ұзақ уақыт қозғалмай отыратын болса, қан айналымы нашарлайды, қоюланады. Соның салдарынан көптеген ауруларға алып келуі мүмкін. Сондықтан күнделікті жаяу жүріңіздер, жаттығулар жасаңыздар, ол сіздерге өте тиімді болады. Екіншісі сұйықтықты көп ішу. Яғни өздеріңіз білетіндей қанның өзі 90% судан тұрады. Ағзаға егер сұйықтық жетіспейтін болса, ол суды қайдан алады? Қаннан. Сондықтан қан өте қатты қоюлануы мүмкін, біраз ауруларға шалдықтыруы мүмкін. Күніне судың нормасы 2,5-3 литрге дейін ішу керек. Үшіншісі ол хиджама. Яғни процедура барысында банкілерді қолдану арқылы капиллярдағы жұмысын тоқтатқан эритроциттер, шлак токсиндер, медикаментті қалдықтар, сары су, холестерин деген сияқты тұрып қалған заттар алынады. Бұл ағзада қанның тазаруына және сұйылуына өте жақсы себеп болады. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңдағы инсульт, инфаркт сияқты аурулардың көбі сол тромбтың салдарынан болады. Соның алдын алуға хиджама өте жақсы көмектеседі. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламыз. Лайк басып, комментарий жазып бізді қолдап жүріңіздер.